1932 жылы 3 қыркүйекте Екатеринбург түбіндегі қалың орман ішінен 2 баланың мәйіті табылды. Олар ағайынды Морозовтар, 13 жасар Павел мен 8 жасар Федор еді. Олардың денесі пышақпен айуандықпен тілгіленген. Себеттерінен шашылып қалған жидектер балалардың қанына боялған. Бұл қылмыс әдеттегі тұрмыстық қасірет болып қалуы тиіс еді. Бірақ кеңес үкіметі басқа тәсілге көшті. Олар бала өлімін ғасырдың басты идеологиялық қаруына айналдырды. Өлі баладан пір жасады. Оны өлтіргендерді халық жауы деп жариялап миллиондаған кеңес баласына, егер Павлик сияқты батыр болғың келсе сатқындық жаса, деген анық нұсқау берді. Біз мемлекеттің отбасы құндылығын қалай талқандағаны туралы сұмдық әңгімені баяндаймыз. Сіз Павлик Морозов туралы естіген боларсыз, бірақ шындықтың 100-ден 1 бөлігінде білмейсіз. Павлик тек бастамасы ғана еді. Оның соңына мыңдаған ізбасарлары ерді, бірақ олардың есімдері тарих оқулықтарынан әдейі өшірілді. Өйткені олардың іс-әрекеттері тіпті кеңестік насихаттың өзі үшін тым жиіркенішті болды. Сонымен 80 жыл бойы айтылмай келген істерді қайта қозғаймыз. Мынадай жағдайды елестетіп көріңізші, ұлыңыз мектептен келіп, сізге оғаш қарап тұр. Ол ойнағысы келмей. Оның білгісі келетіні кеше түнде ас үйде әйеліңізбен не туралы сыбырлап сөйлескеніңіз. Бұл баланың жай ғана қызығушылық емес, бұл жауынгерлік тапсырманы орындауы. 30 жылдары КСРО-да балаларды тоқылдаққа баулудың бірегей жүйесі құрылды. Ол мүлтіксіз жұмыс істеді. Мектеп білім ордасы болудан қалып, НКВД-ның бөлімшесіне айналды. Мұғалімдерге тек баға қою емес, сонымен қатар жауларды анықтау бойынша да жоспар берілетін. Ал жауды табудың ең оңай жолы оның баласынан сұрау. НКВД психологтары балалардың мінсіз агент екенін білді. Бала өтірік айта алмайды, мақтау естігісі келеді және өкпешіл келеді. Егер әкесі велосипед алып бермесе, ол жаман әке. Ал мектепте жаман әке халық жауы деп үйретсе, бәрі де түсінікті болады. Біз сіздерге Прания Калыбин туралы айтып береміз. Бұл бала туған анасын милицияға ұстап берген. Ол әйелдің лагерге не үшін айдалғанын білесіз бе? Ол үйінде аш отырған дәл осы Пранияны тойдыру үшін даладан бір уыс дән теріп әкелген еді. Анасы ол үшін өмірін қатерге тікті, ал баласы мақтау қағазы мен қызыл етік алу үшін анасының үстінен арыз жазды. Мынадай алмасуды ойлап көріңізші, ананың өмірін бір жұп етікке алмастыру. Бұл қорқынышты фильмнің сценарийі емес, бұл қуғын-сүргіннің құрғақ статистикасы. РКСР қылмыстық кодексінің 58 бабы өлім конвейері сияқты жұмыс істеді. Бірақ оның бір ерекшелігі болды, отан сатқынының отбасы мүшелері де жазалануы тиіс еді. Аман қалудың жалғыз жолы туғаныңнан бас тарту болды, балалар бас тартты да. Бұл шығарылымда біз сатқындық механизмін егжей-тегжейлі талдаймыз. Балаларды өшпенділікке қалай баулығанын өз көзіңізбен көресіз. Сол кездегі әліппелерде жау деген сөз ана деген сөзден жиі кездесетін. Балаларға туыстық байланыс буржуазиялық өткеннің қалдығы деп түсіндірілді. Сенің нағыз әкең Сталин, сенің отбасың партия делінді. Егер сенің туған әкең кеңес үкіметін жамандаса, ол Сталинге опасыздық жасағаны. Демек, ол бөтен адам. Ал бөтенді құрту ерлік. Біз сіздерге балалардан жауап алу кезіндегі архивті құжаттарды көрсетеміз. Тергеушілер баланың жасына қараған жоқ. 10 жасар қыздарға әкелерін Жапония немесе Англия үшін тыңшылық жасады деп айыптайтын хаттамаларға қол қойғызды. Ол қыздар бұл елдердің қайда екенін де білмеген, бірақ бірі қорыққаннан, бірі кәмпит үшін, енді бірі тыңшыны ұстауға көмектесіп жатырмын деген сеніммен қолдарын қойып жатты. Сіз Оля Балыкинаның хикаясын білетін боласыз. Ол құрбылармен бірге нағыз күзет тобын құрды. Олар түнімен ұйықтамай ауылдағы ересектердің не айтып жатқанын аңдып тыңдайтын. Олар шаруалардың тұтас бір тобын ұстап берді. Оля аудандық газеттің жұлдызына айналды. Жиындарда оған қол соғып, қошемет көрсетті. Ересек ерлер мен әйелдер бұл кішкентай қыздан оба ауруынан қорыққандай қорықты, өйткені оның бір ауыз сөзі адамды орман кесу лагеріне айдап жіберетін еді. Бойжетіп өз ісінің зардабын түсінгенде оның тағдыры қалай болғанын біз айтып береміз. Алдын ала ескерту, оны жақсы ештеңе күтіп тұрған жоқ еді. Сондай-ақ біз пайда табу үшін арыз жазған тоқылдақ балалар тақырыбын ашамыз.
Аштық жылдарында арыз жазу аман қалудың жолы болды. Көршіңді ұстап берсең, оның нан үлесін аласың, әкеңді ұстап берсең, оның бөлмесіне ие боласың. Пәтер мәселесімен аштық адамдарды сұмдық істерге итермеледі. Бірақ бұған балалар барғанда бұл көрініс тіпті жиіркенішті әрі қорқынышты көрінетін. Митя Гордиенко егістікте аш адамдарды аңдып ұстайтын. Ол 12 жасында нағыз адам аулаушы болды. Оның жеке іс қағазында ондаған ұсталған адам тіркелген. Ол үшін бұл қарақшы казак орыс ойыны сияқты еді, ал ол ұстаған адамдар үшін бұл ату жазасы болатын. Неліктен біз бұл туралы қазір айтып отырмыз? Өйткені бұл жара ешқайда кеткен жоқ. Отбасы ішінде шындықты айтудан қорқу сезімі ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды. Әжелеріміз бізді үндемеуге үйретті. Мектепте артық сөйлеме, не жегенімізді айтпа, әкеңнің радио тыңдағанын тіс жарып шығарма деді. Бұл генетикалық қорқыныш дәл сол кезде Павлик Морозовтың суреті әр сыныпта икона сияқты ілініп тұрған дәуірде туды. Бүгін біз сол суретті қабырғадан жұлып аламыз. Біз нағыз Павликке, батырға емес, пайдаланылып, кейін қоқысқа тасталған бақытсыз баланың жүзіне тік қараймыз. Біз ағайынды Морозовтардың өлімі туралы 374-ші қылмыстық істі талдаймыз. Сонда сіз тергеудің ресми нұсқасының мүлде шындыққа жанаспайтынын көресіз. Бұл нағыз ерлік пе еді, әлде ұлттық қасірет деңгейіне дейін жеткен жай ғана отбасылық жанжал ма еді? Ауыр шындыққа дайындалыңыз. Бұл жерде ешқандай ақтау болмайды. Біз баланың психикасын бұзған мұғалімдердің есімдерін атаймыз. Біз Пионерская правда газетінен балаларды ата-анасын аңдуға шақырған жолдарды оқимыз. Сіз тұтас бір ұрпақты қалайша мәңгүртке, жады мен ар-ұжданы жоқ адамдарға айналдырғанын түсінесіз. Бұл зерттеу сіздің кеңестік балалық шақ туралы түсінігіңізді төңкеріп тастайды. Дабыл қағып, барабан ұрып, апақ жейдемен маршта келе жатқан бақытты пионерлер бұл тек сыртқы көрініс қана. Ол перденің артында халық жауларының балаларына толған мыңдаған балалар үйі жасырынып жатыр. Және көбінесе бұл балалар ол жерге өз ата-аналарының үстінен арыз жазғандықтан тап болды. Шеңбер тұйықталды. Жүйе өз құрушыларын өз балаларының қолымен жеп қойды. Енді 1932 жылға Герасимовка атты шеткері ауылға оралайық. Онда Паша есімді бала тұрады. Оның үстіндегі киімі жыртық, қарны аш, ішіп алып шешесін ұратын әкесін жек көреді. Күндердің күнінде Паша кек алуды ұйғарады. Ол өзінің бұл кегі үлкен террордың бастауы болатынын әлі білмейді. Ол жай ғана ауылдық кеңеске барып, көке, мен мәлімдеме жасағым келеді дейді. Осы сәттен бастап әлем мәңгілікке өзгерді. Сатқындықты ерлік деп атайтын тозаққа қош келдіңіздер. Біз Оралдың қалың тайгасына, Герасимовка ауылына ауысамыз. Мұнда электр жарығы жоқ, радио жоқ, адамдар 19 ғасырдың заңдарымен өмір сүреді. Бірақ дәл осы нүкте кеңес одағындағы ең шулы насихат науқанының орталығына айналады. Тоқылдақ балалар феноменін түсіну үшін бізге осы іргетасты Павлик Морозовтың хикаясын егжей-тегжейлі талдау керек. Кеңестік плакаттардағы үтіктен өткен галстук таққан тап-тұйнақтай баланың бейнесін ұмытыңыз. Шындық кір қожалақ, аш жалаңаш және шексіз қатыгез еді. Фактілерге қарап көрейік. Павел Морозов 1918 жылы туған. Қайтыс болған сәтте ол 13 жаста еді. Ол шынымен пионер болды ма? Тарихшылар осы күнге дейін таласып келеді. Сірә жоқ шығар. Герасимовкада тіпті пионер ұйымы да болмаған. Оған галстукты өлімнен кейін суретшілер салып берген, өйткені өлген батыр дұрыс көрінуі тиіс еді. Өмірде Паша қарапайым шаруа баласы, сауатсыз, қорланған және өте ашулы бала болатын. Бұл ашудың нақты себебі бар еді. Оның әкесі Трофим Морозов осы трагедияның басты тұлғасы. Трофим ауылдық кеңестің төрағасы болатын. Оның қолындағы билік шексіз еді, бірақ ол билікті коммунизм орнату үшін пайдаланбады. Трофим жемқор болды. Ол кулак ретінде жер аударылатын шаруаларға жалған анықтамалар сататын. Бұл анықтамалар адамдарға ауылдан қашып кетіп, арнайы қоныстардан аман қалуға мүмкіндік беретін. Яғни, іс жүзінде Трофим кеңес өкіметінің жауларына көмектескен, бірақ ол мұны жаны ашығандықтан емес, ақша мен самогон үшін жасаған. Осылайша елде жаппай тоқылдақтар науқаны басталды. Павликтің ізімен басқа да балалар шыға бастады. Олардың арасында 10 жасар Митя Гордиенко болды.
Митя қырағылықтың үлгісін көрсетті. Ол егістікте масақ теріп жүрген аш адамдарды аңдып, оларды билікке ұстап беретін. Оның арызы бойынша ондаған адам сотталды, тіпті кейбірі ату жазасына кесілді. Ол мұны идея үшін емес, мақтау есту және мектептегі беделін арттыру үшін жасады. Бала үшін бұл қызықты ойын сияқты еді, бірақ бұл ойын ересектердің қанымен жазылды. Тағы бір мысал Проня Колыбин. Бұл баланың тарихы тіпті адам айтқысыз сұмдық. Проня өз анасының үстінен арыз жазды. Анасының қылмысы не еді? Ол аштан өліп бара жатқан балаларын, соның ішінде осы Проняны тойдыру үшін егістіктен 2 келі дән ұрлаған болатын. Бала мұны көріп, дереу тиісті жерге хабарлады. Анасын 5 жылға лагерге айдады, ал Проняны қырағы пионер деп газетке шығарды. Мемлекет баланың бойындағы ең асыл қасиетті анасына деген махаббатты өлтіріп, оның орнына жүйеге деген соқыр адалдықты орнатты. Бұл жүйе қалай жұмыс істеді? Еңкір психологтар мен насихатшылары бала санасын жаулап алудың тетігін тапты. Олар отбасы, бұл уақытша, ал мемлекет пен Сталин мәңгілік деген ұғымды сіңірді. Мектептерде жауларды анықтау бойынша арнайы сабақтар өткізілді. Балаларға егер әкең үйде мемлекетті сынайтын болса, ол сенің әкең емес, ол отанның жауы деп үйретті. Сатқындық ерлік ретінде, ал туыстық махаббат ескіліктің қалдығы ретінде көрсетілді. Мұндай саясаттың салдары қорқынышты болды. Мыңдаған отбасылар іштей еріп, адамдар өз балаларынан қорқатын жағдайға жетті. Ас үйдегі сыбырлап сөйлесулер, жасырын радио тыңдаулар, осының бәрі кішкентай тыңшылардың нысанасына айналды. Мемлекет балаларды пайдаланып, қоғамның ең негізгі ұяшығы отбасын талқандады. Бірақ бұл батырлардың тағдыры кейін қалай болды? Көбісі ержеткенде істеген істерінен шошып, өмір бойы өз-өзін кешіре алмай өтті. Кейбірі есінен алжаса, кейбірі араққа салынды. Сталин өлгеннен кейін, халық жаулары ақтала бастағанда, бұл балалардың көбі өздерінің қаншалықты лас ойынның құрбаны болғанын түсінді. Павликтің иконасы құлағанда, оның артында тек қана бақытсыз, пайдаланылған және тарихтың қоқыс жәшігіне тасталған балалардың тағдыры қалды. Бүгінде біз бұл туралы неге айтамыз? Себебі мемлекет балалардың санасына қол сұға бастағанда, бұл әрқашан үлкен қасіретпен аяқталады. Павлик Морозовтың хикаясы бұл ерлік туралы емес, бұл мемлекеттің баланы адамшылықтан айырып, оны саяси құралға айналдырған сұмдық қылмысы туралы тарих. Егер әкең үйге ұрланған шеге әкелсе, бізге айт, сен зауытты құтқарасың. Егер анаң иконаға қарап мінәжат етсе, бізге айт, сен оның жанын поптардың есірткісінен арашалайсың. Балалар бұған сенді. Павлик Морозовтың хикаясы бұл жалғыздықтың қасіреті. Оның ешқандай қорғаны болмады. Әкесі оны менсінбеді, атасы оны жек көрді. Мемлекетке ол тек өлі нышан ретінде ғана керек еді. Оны шын жақсы көрген жалғыз адам анасы Татьяна жалғыз қалды. Кісі өлтірушілердің үстінен өткен соттан кейін оған Қырымнан пәтер берілді. Ол сол жерде қартайғанша өмір сүрді. Батыр ұл үшін зейнетақы алып тұрды. Бірақ өмір бойы ұлын өлімге өзі айдап салғанын сезініп, өкінішпен өмір кешті. Оның күйеуінен кек алғысы келген ниеті дәл осы қанды қасапты бастап берді. Енді Павликтің шындығын білген кезде, бұл оқиға бұрынғыдан да сұмдық көрінеді. Бұл коммунизмнің капитализммен күрес емес. Бұл үлкен саясаттың кішкентай адамды қалай талқандайтыны туралы хикая. Бірақ ең сорақысы әлі алда еді. Павликтің мысалы жұқпалы болып шықты. Одақ бойынша мыңдаған бала дәл сондай даңққа бөленгісі келді. Олар туралы газеттер жазғанын қалады, бірақ өлгілері келмеді. Олар тірі қалып марапат алғысы келді. Осылайша ізбасарлар пайда болды. Сатқындықты кек алу үшін емес, мансап үшін, артекке жолдама алу үшін, жаңа бәтеңке үшін жасайтын балалар шықты. Біз бұл шежіренің ең күңгірт беттеріне өтеміз. Егер Павликті жағдайдың құрбаны ретінде аяуға болатын болса, келесі кейіпкерлеріміз мүлдем басқа сезім тудырады. Келесі бөлімде біз Павликтен асып түскен бала Проня Колыбин туралы айтамыз. Ол анасының үстінен жай ғана арыз жазып қойған жоқ. Ол мұны мектептегі жиында жария түрде жасады және өз сыйлығын алды. Бірақ бұл сыйлықтың құны ол ойлағаннан әлдеқайда жоғары болып шықты. Миы уланған аш баланың неге қабілетті екенін білуге дайынсыз ба?
Ол хикая жүйенің әулеттің өзін-өзі сақтау инстинктін қалай бұзғанын, анаға деген махаббаттың партияға деген махаббатпен қалай алмастырылғанын, және даладан терілген жай ғана дәннің қалайша өлім жазасына себеп болғанын көрсетеді. Біз ұлы сатқындық дәуірінің тереңіне бойлаймыз. Егер Павлик Морозовтың хикаясы кектің қасіреті болса, Проня Колыбиннің хикаясы абсурдтың қасіреті. Мұнда ішкі шәкеде соққы да жоқ. Мұнда тек аштықпен әлемдегі ең күшті инстинкті жеңіп кеткен сорақы идеология бар. Баланың анаға деген махаббат инстинкті жеңілді. Біз халық арасында үш масақ туралы заң деп аталып кеткен қатыгез заңның нағыз күшіне енген кезіне 1934 жылға ауысамыз. Сол кездегі жағдайды білмейінше Проняның ісін түсіну мүмкін емес. КСРО-да аштық жайлап тұрды. Адамдар ісініп, көшеде өліп жатты. Адам өмірінің құны бір бөлке наннан да арзан еді. 1932 жылы 7 тамызда үкімет қаулысы шықты. Онда социалистік меншікті кез келген түрде ұрлау ату жазасымен немесе 10 жылға лагерге айдаумен жазаланатыны айтылды. Ұрлық деген ұғымға бәрі кірді. Тіпті аш шаруа жиын терім біткен егістіктен балаларына ботқа пісіріп беру үшін бірнеше шіріген масақ теріп алса да, бұл мемлекеттен ұрлық жасау деп есептелді. Проня Колыбиннің анасы қарапайым шаруа болатын. Ол өз ұлын жақсы көрді. Оның қалай ашыққанын, әлсіздіктен көзі қарауытқанын көрді. Бір күні ол қылмысқа баруға бел буды. Ол колхоз егістігіне барды. Жиын терім әлдеқашан біткен еді. Дәнді мемлекет қоймасына алып кеткен. Жерде ешкімге керексіз қалдықтар жатты. Ол аздап дән жинап алып, алжапқышының қалтасына жасырып үйіне әкелді. Ол өз ұлы Проня үшін жалғыз ғана шелпек пісіріп бергісі келді. Проня анасының дән әкелгенін көрді. Оның оны қалай ұнтақтағанын көрді. Ол мұның заң бұзу екенін білді, бірақ бұл дән оларды бірнеше күнге аштықтан құтқаратынын да түсінді. Мұндай жағдайда қалыпты бала не істеуі керек? Қуанып, анасын құшақтап, сол нанды жеп, ешкімге тіс жармауы керек еді. Бірақ Проня Колыбин енді қалыпты бала емес еді, ол пионер болатын. Келесі күні Проня мектепке барды. Ол жерде Павлик Морозовтың портреті ілулі тұрған еді. Мұғалім талан-таражға салушылармен күресудің қаншалықты маңызды екенін, халық жаулары біздің ортақ нанымызды қалай ұрлап жатқанын айтып жатты. Сол сәтте баланың басында бір нәрсе сарт ете қалды. Ол қолын көтерді. Орнынан тұрып дауыстап, менің анам ұры. Ол колхоздың дәнін ұрлады деді. Сынып ішіндегі тыныштықты елестетіп көріңізші. Тіпті сол бір сұмдық жылдардың өзінде мұндай мәлімдемелер адамды түршіктіретін еді. Бірақ әділет машинасы әлдеқашан іске қосылып кетті. Мұғалім директорға баяндауға міндетті болды. Директор милиция шақыруға міндетті еді. Бірнеше сағаттан кейін Колыбиндердің үйіне форма киген адамдар келді. Олар дәннің қалдығын тапты. Дәлелдер көз алдында тұрды. Анасын тұтқындады. Тұтқындау сәті бұл сұмдықтың шарықтау шегі еді. Анасы жылап, ұлына қарап тұр. Ол не үшін екенін түсінбейді. Өйткені ол мұның бәрін сол бала үшін істеген еді ғой. Ал Проня милиционерлердің қасында тұрып, оған бойын әділетті ыза кернеген көздерімен қарап тұрды. Ол өзін батыр сезінді. Ол өз борышын орындады. Ол Павлик сияқты әрекет етті. Ол социалистік меншікті өз анасынан қорғап қалды. Сот жылдан болды. 7 тамыздағы заң бойынша анасына лагерде ұзақ мерзімге жаза берілді. Оны отан игілігі үшін орман кесуге жіберді, ал Проня жалғыз қалды. Бірақ мемлекет өзінің кішкентай қызметшісін тастаған жоқ. Колыбиннің ісі туралы газеттер жазды. Оны барлық пионер жиындарында үлгі ретінде көрсетті. Қараңдар, балалар, міне нағыз патриот. Ол ортақ игілік үшін туған анасында аяған жоқ. Марапат өз батырын тапты. Проня Колыбинді елдің ең үздік лагері Артекке демалуға жіберді. Бұл кез келген кеңес баласының арманы еді. Теңіз, күніне 3 мезгіл тамақ, әдемі форма. Артекте Проня басқа балаларға өзінің ерлігі туралы айтып берді. Ол қызыл тулардың астында мінберде тұрды. Оған қол соқты, сыйлықтар берді. Анасын сатқан үшін ол қызыл етік пен велосипед алды дейді.
Осалмасу туралы ойланып көріңізші. Ананың бостандығы мен өмірі, лагерге жолдама мен велосипед үшін. Анасы гулагтың барағында шіріп жатқанда, Проня қара теңізге шомылып жүрді. Ол аштық пен әлсіздіктен өліп бара жатқанда бұл котлет жеп жүрді. Ең қорқыныштысы, ол ешқандай кінәні сезінген жоқ. Жүйе оны сенікі дұрыс деп сендірді. Оған, жарайсың, Проня, сен бәрін дұрыс дедің. Анаң қылмыскер. Ол бізді өткен шаққа қарай тартты, ал сен жарқын болашаққа қадам бастың деді. Проня Колыбиннің хикаясы оның жалғыз болмағандығымен де сұмдық. Ол арыз жазудың тұтас бір толқынның символына айналды. Сол кездегі газеттерден пионерлер өнім күзетінде немесе егістіктің жас сақшылары деген тақырыптармен ондаған мақала табуға болады. Балалар кім көбірек ұрыны ұстайды деп жарысты. Көбінесе бұл ұрылар олардың әжелері, көршілері немесе достарының ата-аналары болып шығатын. Балалар тегін бақылаушылар армиясына айналды. Пионер Вася өз әкесін сотқа берген жағдай болған, себебі әкесі Васяның мектеп бақшасында өсірген картобын жеп қойған. Әкесі аш болып, бірнеше түйнекті алған екен. Вася арыз жазды. Әкесін соттады. Вася мақтау қағазын алды. Бұл ессіздік елді індет сияқты жайлап алды. Психологтар Проня сияқты балаларды не итермелегені туралы әлі күнге дейін таласады. Фанатизм бе, ақымақтық па, әлде суық есеп пе? Сірә, бұл балалық аңғалдық пен қуатты насихаттың қосындысы болса керек. Балаға беделді адамдарға сену тән. Егер мұғалім Сталин бұл құдай, ал халық жауы бұл ібіліс десе, бала сенеді. Егер мұғалім ұры түрмеде отыруы керек, тіпті ол анаң болса да десе, бала келіседі. Балаларда сыни ойлау қабілеті әлі дамымаған. Билік осыны пайдаланды. Ол жақсылық пен жамандық ұғымдарын алмастырып жіберді. Жақсылық бұл партияға адалдық, жамандық бұл отбасына адалдық. Проня Колыбин осы алмасудың құрбаны болды. Ол шынымен де игі істеп жатырмын деп ойлады. Бірақ артекке сапардан алған әсері басылғанда ол шындықпен бетпе-бет қалды. Ауылда оны бәрі жек көрді. Көршілер оның артынан түкіріп өтетін. Сатқынмен ешкім араласқысы келмеді. Қызыл етік тозды, велосипед бұзылды, ал сатқын деген таңба мәңгілікке қалды. Біз оның кейінгі тағдырының қалай болғанын нақты білмейміз. Мұндай тоқылдақ балалардың көбінің соңы жақсылықпен бітпеген. Кейбірі араққа салынды, кейбірі есінен алжасты, кейбірі тегін өзгертіп, өткенінен қашу үшін елдің қиырына кетіп қалды. Бірақ өзіңнен қашып құтылу мүмкін емес. Әр түнде ұйықтар алдында Проня конвоирлер алып кеткен анасының көздерін көргені анық. Ол көздерде ыза емес, шексіз таңғалыс пен ауыр мұң бар еді. Бұл оқиға мемлекеттің моральды қалай бұзғанын айқын көрсетеді. Дәстүрлі құндылықтар талқандалды. Олардың орнына арыз культі орнатылды, және Проня Колыбин осы культтің басты діни қызметкерлерінің біріне айналды. Бірақ ол жалғыз емес еді. Жас сатқындардың пантеонында одан да әріге барған бір қыздың есімі тұр. Ол жай ғана бір адамды ұстап берген жоқ, ол адамдардың тұтас бір тобын құртты. Оның есімі Оля Балыкина, оның хикаясы тіпті жиіркенішті. Егер Проня сезімге беріліп әрекет етсе, Оля іске кәсіби тыңшы сияқты кірісті. Ол құрбыларынан нағыз агенттік желі құрды. Олар аңдыды, жазып алды және ондаған адамды каторгаға айдады. Кімнің өмір сүріп, кімнің өлетінін шешкенді ұнатқан кішкентай қыздың мойындауын тыңдауға дайынсыз ба? Келесі бөлімде біз балалардың тыңшылық ойыны қалайша қанды триллерге айналғанын айтып береміз. Сіз Оля Балыкинаның қалайша газет жұлдызы болғанын, және ол ержеткенде қуғын сүргін машинасының астына өзі қалай түскенін білесіз. Карма оны тапты. Бірақ оған дейін ол қаншама жазықсыз жанды құрдымға жіберіп үлгерді. Біз қараңғылыққа бойлауды жалғастырамыз. Келесі аялдама көршілерінің өмірі арқылы колхозды құтқарған Оля Балыкина тұрған ауыл. Бізден айырылмаңыз, шындық бұрынғыдан да сұмдық бола түсуде. Егер Павлик Морозов жалғыз әрекет етсе, ал Проня Колыбин аштықтан солай істесе, келесі кейіпкеріміз арыз жазуды кәсіби спортқа айналдырды. Таныс болыңыз, Оля Балыкина балалардың тәжірибелі чекистерден де қауіпті болуы мүмкін екенін дәлелдеген қыз. Оның хикаясы енді отбасылық драма емес. Бұл бір топ мектеп оқушысы ересек еркектерге аңшылық жариялап, бұл соғыста таза жеңіске жеткен нағыз тыңшылық триллер.
Біз 1934 жылға Татар Республикасының Спасск ауданына ауысамыз. Мұнда пионер Оля тұрды. Ол небәрі 10 жаста еді, бірақ ойлау қабілеті ересек партия қызметкеріндей болатын. Оля өз колхозында оғаш нәрселер болып жатқанын байқады. Дән жоғалып, құрал саймандар жоғалып, ересектер бұрыш-бұрышта сыбырласатын болды. Кез келген басқа бала бұған мән бермей өтіп кетер. Бірақ Оля әрекет етуді ұйғарды. Ол бірден милицияға жүгірген жоқ. Ол дәлел жинауды жөн көрді. Оля жалғыз өзі шамасы келмейтінін түсінді. Оған көмекшілер керек еді, және ол оларды тапты. Ол өз құрбылары мен достарын қызметке тартты, вербовка жасады. Мына көріністі елестетіп көріңізші. 10 жасар қыз құпия кеңес өткізіп жатыр. Ол тапсырмалар береді. Сен қойманы бағасың. Сен бригадирдің үйін аңдисың, ал мен өз әкемді бақылаймын. Иә, қателескен жоқсыз. Оляның зерттеуіндегі басты күдікті оның туған әкесі Григорий Балыкин болды. Бірнеше аптаға созылған операция басталды. Балалар көлеңкеге айналды. Олар түнімен ұйықтаған жоқ. Олар қалақайдың арасына жасырынды. Үйлердің терезелерінің астында жатты. Суық сарайларда демдерін ішіне тартып отырды. Кімнің қайда барғанын және не алып шыққанын тіркеп отырды. Бұл тыңшылық ойыны еді, бірақ бұл ойынның бәсі өлім болатын. Оля сұмдық шындықтың бетін ашты. Оның әкесі Григорий сыбайластарымен бірге шынымен де колхоз мүлкін ұрлап жүр екен. Олар түнде дән шығарып, оны шұңқырларға жасырған. Әкесі қызын төсегінде ұйықтап жатыр деп ойласа, қызы сол уақытта бұғып отырып, қаптарды санап отырған. Дәлелдер жеткілікті болғанда Оля уақыт келді деп бұйрық берді. Ол еңкірт органдарына құр қол барған жоқ. Ол дайын қылмыстық істі ала барды. Есімдерді атады. Жасырын орындарды көрсетті. Банданың әр мүшесінің рөлін егжей-тегжейлі айтып берді. Чекистер аң-таң болды. Қыз тек әкесін емес, 16 адамнан тұратын ұйымдасқан қылмыстық топты ұстап берді. Осы санға қараңызшы. Бір ғана кішкентай қыздың арқасында 16 ересек еркек темір тордың артына кетті. Талан-таражға салушылар тобының үстінен өткен сот шулы болды. Оля айыптаушы жақтың басты куәгері ретінде сөз сөйледі. Ол судьяның алдында кіп-кішкентай болып нәзік қалыпта тұрды. Оның қарсысында торда әкесі отырды. Ол қызына қарады. Оның жанарында не болғанын білмейміз, өшпенділік пе, қорқыныш па, әлде өзі өсірген баланың мына түрін көріп шошыну ма? Оля анық әрі сенімді сөйледі. Ол жылаған жоқ, ол әшкереледі. Ол әкесінің кеңес үкіметінің жауы екенін және жазалануы тиіс екенін айтты. Үкім қатал болды. Топтың барлық мүшесі ұзақ мерзімге сотталды. Оляның әкесін 10 жылға лагерге айдады. 30 жылдар үшін бұл қайтпас сапардың билеті еді. Сірә ол сол жақта қаза тапқан болар. Ал Оля ше? Оля ұлттық батырға айналды. Пионерская правда газеті оған үлкен мақала арнады. Оның портреттері журналдарға басылып, оған өлеңдер арналды. Билік Оля Балыкинадан қырағылықтың символын жасады. Негізгі ой қарапайым еді, жау айлакер әрі қатыгез. Ол сенің әкең болып киінуі мүмкін. Бірақ нағыз пионер одан да ақылды болуы керек. Оля Балыкина миллиондаған кеңес қыздарына үлгі болды. Егер ұлдар Павлик Морозов сияқты болғысы келсе, қыздар Оляның ерлігін қайталауды армандады. Бірақ осы жеңістің перде артына үңіліп көрейікші. Әкесін түрмеге отырғызған баланың жанында не болып жатты? Психологтар мұны билікке мастану әсері дейді. Патриархалдық қоғамда балалар әрқашан құқықсыз болатын. Оларды жазалай алатын, оларды тыңдамайтын. Ал кенеттен мемлекет баланың қолына ядролық батырманы ұстата салды. Сен бір ауыз сөзбен кез келген ересек адамды құрталасың. Бұл бәріне құдіреті жету сезімі нағыз есірткі сияқты. Оля соған тәуелді болып қалды. Соттан кейін оның өмірі бір мезгілде тозақ пен жұмаққа айналды. Бір жағынан құрмет пен даңқ, шипажайларға жолдамалар, партияның сыйлықтары, екінші жағынан айналадағылардың өшпенділігі. Ауылда онымен ешкім амандаспайтын болды. Оляның анасы қызына лағнет айтып, оны үйден қуып жіберді.
Оля далада қалды, бірақ мемлекет өзінің нышанына, символына айналған баланы тастап кете алмады. Оны балалар үйіне, бірақ жай емес, элиталық балалар үйіне алды. Онда болашақ кеңестік элитаны тәрбиелейтін еді. Өмірі оңалғандай көрінгенімен карма күте біледі. Оля Балыкинаның тағдыры қайғыла аяқталды. Ол ержеткенде соғыс басталды, содан кейін соғыстан кейінгі жылдар келді. Даңқ ұмытылды, ал тоқылдақтың қызы деген таңба мәңгілікке қалды. Адамдар оның не істегенін ұмытпады. Жеке өмірін құру оған өте қиын болды. Ерлер одан қорықты. Әкесін каторгаға айдаған әйелмен кім тұрғысы келеді? Егер күйеуі ыдысты дұрыс жумаса, оның үстінен де арыз жазар деген қорқыныш болды. Оля өмір бойы өзін ақтауға тырысты. Кейінгі сұхбаттарында ол өз ісінің дұрыстығына сенгенін, заман солай болғанын, әкесінің шынымен ұрлық жасап, басқа адамдарды аш қалдырғанын айтты. Бірақ халықтың көзінде ол мәңгілікке сатқын болып қалды. Оля Балыкинаның хикаясы бізге сұмдық нәрселерді үйретеді. Тоталитарлық жүйе тіпті балалардың достығында бұзалады. Есіңізде ме, ол жалғыз әрекет еткен жоқ. Оның құрбылары болды. Олар бірге аңдыды, бірге арыз жазды. Мектеп пен пионерия оларды топтасуға, кішкентай жыртқыштардың тобына айналуға үйретті. Олар қуыршақпен ойнаған жоқ, олар тағдыр шешушілер болып ойнады. Бұл оқиға апаттың ауқымын көрсетеді. Бұл жекелеген жағдайлар емес, бұл жүйе еді. Балаларды сабақта тыңшы болуға баулыды. Математика есептерінде алманы емес, халық жауларын санады. Диктанттарда қырағылық туралы мәтіндер жазды. Оля Балыкина осы өшпенділік мектебінің үздік оқушысы болды. Ол бұл сабақты бестікке меңгерді. Бірақ бұл да әлі шегі емес. Оля тым болмаса нақты ұрлықпен күресті, мейлі ол әкесінің тағдырымен өтелсе де. Бірақ ойдан қылмыс шығаратын балалар да болды. Жай ғана ермек үшін немесе адамдарға билік жүргізу үшін жазықсыз жандардың өмірін қиған балалар болды. Келесі бөлімде біз сондай кейіпкер туралы айтамыз. Оның есімі Митя Гордиенко. Митя жай ғана аңдып қойған жоқ, ол күзетте жүрді. Ол аш егістіктердің өзін-өзі жариялаған шерифі болды. Ол адамдарды аң сияқты аулады. Оның есебінде ондаған ұсталған жандар бар. Ол аңшы олжасын мақтан тұтқандай, әрбір ұстаған адамын мақтан тұтты. Оны не итермеледі? Қанға құмарлық па, әлде жағымпаздық па? Біз оның әрекеттерінің тетігін ашамыз. Сіз 12 жасар баланың бүкіл ауылды қалай қорқынышта ұстағанын және неліктен ересек еркектердің оның қасынан өтуге қорыққанын білесіз. Бұл баланың әлі ержетпей жатып, концлагер қарауылшысына қалай айналатыны туралы хикая. Дайындалыңыз, Митя Гордиенконың хикаясы сізді пионерлердің ескі фотосуреттеріне басқаша қарауға мәжбүр етеді. Нұрлы жүздердің артында біз енді ғана жарық түсіре бастаған қараңғылық жасырынып жатты. Аптап ыстық күн астындағы шексіз алтын түсті бидай алқабын елестетіп көріңізші. Бұл өте көркем көрініс. Алқапта мойнына қызыл галстук таққан бала тұр. Ол күнге көзін сығырайтып, алысқа мұқият қарап тұр. Ол табиғатқа тамсанып тұрғандай көрінеді, бірақ бұл алдамшы көрініс. Бала тамсанып тұрған жоқ, ол аң аулап тұр. Оның олжасы қоян немесе кекілік емес. Оның олжасы адамдар. Өлмеу үшін бір уыс дән тапсақ екен деп жүрген аш, қажыған адамдар. Таныс болыңыз, Митя Гордиенко, есімі 30-шы жылдары дүркіреп тұрған пионер батыр. Егер Оля Балыкина тыңшы болса, Митя нағыз жыртқыш еді. Оны елдің ең үздік күзетшісі деп атайтын. Оның мамандануы социалистік меншікті қорғау болатын. Сол уақыттың тілімен айтқанда бұл мақтанышпен естілетін. Ал адамгершілік тілінде бұл 12 жасар баланың өз ауылдастарын өлімге байлауы дегенді білдіретін. Келіңіздер, бұл аңшылықтың егжей-тегжейін талдап көрейік. Ол кезде ұжымдастыру дәуірімен сұмдық аштық заманы еді. Шаруалар отбасымен қырылып жатты. Барлық дән мемлекеттікі деп жарияланды. Оны алу отаннан ұрлау болып саналды. Егістіктерді ересек күзетшілерде қорғады, бірақ олар жиі өз көршілерін аяп кететін еді. Күзетші әйел адам етегіне 1-2 масақ жасырғанда теріс қарап тұра алатын. Ол үйде балаларының аштықтан ісініп жатқанын түсінетін, бірақ Митя Гордиенко аяушылықты білмеді. Ол өзінің жеке балалар отрядын құрды.
Олар таң атқаннан күн батқанға дейін егістіктерді күзетті. Олардың өз тактикасы болды, көрінбеу үшін биік шөптің арасында еңбектеп жүретін. Соқпақ жолдарда бұғып отырып, тұтқиылдан тап беретін. Күн батқаннан кейін егістікке шыққандарды аңдитын. Митяның ерекше түйсігі бар еді. Ол адамды бір шақырым жерден байқай алатын, ал құрбанын көрген сәтте оның жанарында аңшының құмарлығы тұтанатын. Мұрағаттарда оның ерліктерінің сипаттамасы сақталып қалған. Бірде Митя қырқушылардың тобын ұстап алды. Дыбыс шығармас үшін масақтарды қайшымен қиып алатындарды солай атайтын. Олар бандиттер емес, қарапайым колхозшылар еді. Митя олардың ізіне түсті. Ол жай ғана айғай салған жоқ, өз жауынгерлеріне ысқырып белгі берді. Олар ересек адамдарды қоршап алып, атты милиция келгенше жібермей ұстап тұрды. Осы бір қисынсыз, сюрреалистік көрініс туралы ойланып көріңізші. Балалар ересектерді тұтқынға алады, ал ересектер оларға бағынады, өйткені балалардың артында НКВД-ның сұсты бейнесі тұрды. Митя Гордиенконың есебінде ондаған ұсталған жаулар болды. Ол жаулығына дән жасырған әйелдерді, жерден түскен дәнді теріп жүрген қарттарды ұстады. Тіпті өз құрдастарын да аямады. Ол үшін өзіміз немесе бөтен деген ұғым болған жоқ. Тек заң бұзушы ғана болды. Әрбір ұсталған адам есептегі бір белгі, жаңа мақтау қағазы, аудандық басшылықтың алғысы. Митя арыз жазуды спорттық жарысқа айналдырды. Ол басқа пионерлермен кім көп ұстайды деп бәсекелесті. Газеттер бұл құмарлықты қыздыра түсті. Олар үздіктердің кестесін басып шығаратын. Егін үшін күресте Митя Гордиенко көш бастап тұр деген тақырыптар жазылды. Митя бұрынғыдан да қатты тырысты. Өз ерліктері үшін Митя патшаның сыйындай сыйлық алды. Оған есімі жазылған сағат, костюм және бір жұп былғары етік берілді. Ол кезде етік қол жетпес арман еді. Ол мәртебенің нышаны болатын. Митя ауылда сол етігін киіп шеру тартып жүргенде, жұрт оған жол беретін. Адамдар оның жанарынан қорықты. Ол бір ауыз сөзбен кез келген жанды каторгаға жібере алатынын бәрі білді. Қысқасы, ол қызыл галстук таққан кішкентай тиран, ауылдың патшасы болды. Бірақ тереңірек үңіліп көрейікші, Митяның басында не болды? Ол мұны неге істеді? Шынымен ол қатыгез садист болды ма? Сірә жоқ шығар. Ол жанашырлық сезімі толықтай өшірілген жүйенің өнімі еді. Оған дән ұрлаушы, болашақты өлтіруші. Егер бүгін шаруа бір масақ ұрласа, ертең қаладағы жұмысшыға нан жетпейді, зауыттан танк шықпай қалады. Ал танк шықпаса, бізге фашистер шабуыл жасайды деп түсіндірді. Бұл логикалық тізбек мызғымастай көрінетін. Митя елді құтқарып жатырмын деп сенді. Оған аяушылық бұл сатқындық. Егер ұрыны аясаң, өзіңде ұрысың деді. Митя ішіндегі аяушылық сезімін тұншықтырды. Ол өзіне жалынып көз жасын көл қылған әйелдерді көрді. Олар оның алдында тізерлеп тұрды. Оның кір етігін сүйді, бірақ ол мызғымады. Мен борышымды орындап жатырмын деп жауап беретін. Бұл сөйлем оның қалқаны болды, ол оны ар-ұждан мазасынан қорғап тұрды. Митя Гордиенконың хикаясы баланы қалай оңай өлім құралына айналдыруға болатынын көрсеткенімен сұмдық. Оған тапанша берудің қажеті жоқ, идея мен билік берсең жеткілікті. Өмір мен өлімге билік жүргізу, арақтан да бетер мас қылады. Митя осы билікке мастанды. Өзін маңызды сезінді. Ол алып машинаның бір бөлшегі болды. Менсіз мемлекеттің күні қараң деп ойлады. Шын мәнінде мемлекет оның тегін еңбегі мен соқыр сенімін жай ғана пайдаланды. Аштық жылдары өткен соң мұндай күзетшілерге деген қажеттілік жойылды. Митя ержетті. Осы жерде ең қызықты әрі мұңды бөлімі басталады. Ол кім болды? Батыр ма? Жоқ, мұндай белсенділердің тағдыры көбіне аянышты болды. Халық оларды жек көрді, олармен құда жекжат болудан қорықты, жұрт оларды айналып өтетін. Митя тарихта адам адамға қасқыр болған заманның символы ретінде қалды, тіпті ол адам бала болса да. Оның ерлігі бүгінде адамгершілікке қарсы қылмыс болып көрінеді. Ол бір жұп етікпен сағат үшін ондаған адамның өмірін қиды. Бұл соған тұрарлық бар еді. Ол кезде бұл сұрақты өзіне қоймаған шығар, бірақ қартайғанда міндетті түрде ойланғаны анық. Гордиенконың жағдайы жалғыз емес еді.
Бүкіл Украинада, Ресейдің оңтүстігінде және Қазақстанда мыңдаған осындай митиялар әрекет етті. Көршілері алабота мен ағаш қабығын жеп жатқанда олар өнімді күзетті. Бұл тоқ балалардың аш ересектерге қарсы соғысы еді. Және бұл соғыста балалар жеңіп шықты, өйткені олардың жағында заңның күші тұрды. Біз митияны баланы айыптау үшін емес, оның санасына осы бағдарламаны құйып берген ересектердің қылмысын түсіну үшін есте сақтауымыз керек. Олар одан режимнің күзетші итін жасады және бұл ит өз туыстарын қапты. Қатты қауіп ажалға кесті. Енді Павликтің, Праняның, Оля мен Митяның жеке хикаяларын қарастырғаннан кейін, тозақтың келесі деңгейіне өтетін кез келді. Жекелеген арыз жазу бұл сұмдық, бірақ кеңес үкіметі одан да әріге барды. Ол сатқындықтың ұжымдық ритуалдарын енгізді. Бұл нағыз театрландырылған көрініс еді. Елестетіп көріңізші, үлкен зал, жүздеген адам. Сахнаға жасөспірім шығады. Залда оның әкесі отыр, ал ұлы, мен сенен бас тартамын деп айта бастайды. Бұл ежелгі трагедиядан алынған көрініс емес. Бұл 30-шы жылдардағы кәдімгі комсомол жиналысы. Келесі бөлімде біз жария түрде бас тарту феномені туралы, балаларды бүкіл халықтың алдында ата-анасына лағнет айтуға қалай мәжбүрлегені туралы айтамыз. Билікке бұл қойылым не үшін керек болды, және осы сұмдық сөздерді айтқан балалар не сезінді? Әкемнен бас тартамын. 1937 жылғы «Известия» газетін ашамыз. Соңғы беттерінде жиһаз сату немесе құжат жоғалту туралы хабарландырулардың арасынан ерекше айдарды табуға болады. Ол ата-анадан бас тартамын деп аталады. Бұл қалжың емес және қате емес. Бұл Сталин дәуірінің үйреншікті шындығы еді. Адамдар қысқа мәтінді басып шығару үшін ақша төлейтін. Мен пәленшеев, халық жауы болып табылатын әкемнен бас тартамын. Мен онымен барлық байланысымды үземін және коммунистік партияның адал ұлы болуға уәде беремін. Біз жекелеген оқиғалардан жаппай психозға көшеміз. Егер Павлик Морозов пен оның ізбасарлары арыз жазудың бастамашылары болса, бас тарту процедурасы аман қалудың міндетті ритуалы еді. Бұл отбасын талқандауға бағытталған мемлекеттік бағдарлама болды. Биліктің логикасы темірдей мықты еді, алма ағашынан алыс түспейді. Егер әкесі тыңшы болса, демек ұлы да әлеуетті тыңшы. Керісінше екенін дәлелдеу үшін сен жария түрде сатқындық жасауың керек. Сен өз әкеңді нышан, символ ретінде өлтіруің тиіс. Елестетіп көріңізші, сіз Мәскеу институтының студентісіз. Жасыңыз 20-да. Кеше түнде әкеңізді қара құзғын, қара көлік алып кетті. Сіз түнімен ұйықтамадыңыз, ал таңертең институтқа келдіңіз. Хабарландыру тақтасында бұйрық ілулі тұр. Студент Иванов халық жауының ұлы ретінде комсомолдан шығарылды. Сіздің айналаңызда вакуум пайда болады. Достарыңыз көзін тайдырады. Бірге қыдырып жүрген қызыңыз көшенің арғы бетіне өтіп кетеді. Сіз оба жұқтырғандай шеттетілдіңіз. Қоғамға қайта оралудың жалғыз ғана мүмкіндігі бар. Сіз акт залының сахнасына шығып, әкеңізге лағнет айтуыңыз керек. Бұл нағыз театрлық қойылымдар еді. Бүкіл курс жиналатын. Президиумда партия бостары отыратын. Сіз мінберге шығасыз. Аяғыңыз дірілдеп, тамағыңызға өксік тығылады. Сіз әкеңіздің жазықсыз екенін білесіз. Оның адал инженер немесе дәрігер екенін білесіз. Бірақ егер үндемей қалсаңыз, ертең сізді де, анаңызды да, кіші қарындасыңызды да алып кететінін жақсы түсінесіз. Сөйтіп, сіз айта бастайсыз, мен Николай Иванов, мәлімдеймін. Менің әкем 200-ді әрі сатқын болып шықты. Мен оның арам істері туралы білген жоқпын. Мен оған лағнет айтамын. Мен үшін бұдан бұлай әке жоқ. Менің жалғыз ғана әкем бар, ол жолдас Сталин, залду қол шапалақтайды. Сізді комсомолға қайта қабылдайды. Сіз құтқарылдыңыз. Бірақ қандай құнмен? Сіз жаңа ғана жаныңызды сатып жібердіңіз. Бұл хикаялардағы ең сұмдығы көбінесе бас тартудың бастамашылары ата-аналардың өздері болатын. Бутырка мен Лубянка камераларында тергеушілер қамалғандарға тікелей айтатын, ұлыңның тірі қалғанын қалайсың ба? Институтты бітіргенін қалайсың ба? Онда ол бас тарту хатын жазсын. Әкелер келісетін. Олар бостандыққа, балам менен бас тарт. Мені жау деп жаз.
өзіңді құтқар деген хаттар жолдайтын. Осы трагедияның деңгейін ойлап көріңізші. Ата-аналық махаббат әкелерді балаларынан сатқындық жасауды сұрауға мәжбүрледі. Бұл олардың соңғы қамқорлығы еді. Баласы таза қалу үшін өздерін балшыққа батыру еді. Бірақ тек студенттер ғана емес, мектеп оқушылары да бас тартатын. Пионер лагерлерінде арнайы жиындар өткізіп, тұтқындалған ата-аналардың балаларын ортаға шығаратын. Олардың галстуктерін жұлып алып, егер әкеңді оңбаған әрі зиянкес деп айтсаң ғана, галстугыңды қайтарамыз дейтін. Балалар жылайтын, олар не болып жатқанын түсінбейтін. Кішкентай қыздар еңіреп анасын шақыратын. Бірақ жүйе қатал еді. Не сен бізбен біргесің, не сен жаудың қызысың. Мұрағаттарда мыңдаған мәлімдеме сақталған. Қолжазбалары әртүрлі, қателері де сан алуан, бірақ мәні бір қорқыныш. Міне 12 жасар қыздың Пионерская правда газетіне жазған хаты. Ол былай деп жазады: менің әкем ең органдармен тұтқындалды. Мен оның жау екенін білген жоқпын. Мен сабағымды 5-ке оқуға және оның есімін ұмытуға уәде беремін. Өтінемін, мені мектептен қумаңыздаршы. Осы жолдардың артында талқандалған балалық тағдыр тұр. Бала жүйеден өзін жоқ қылмауды жалынып сұрап отыр. Ол партада отыру құқығы үшін ең қымбатын сатуға дайын. Бірақ бұл бас тарту хаттары адамды құтқарып қала бермейтін. Сталинді қуғын сүргін машинасы тойымсыз еді. Көбінесе сценарий былай өрбейтін. Алдымен ұлы әкесінен бас тартады, оны мақтайды, ал бір айдан соң оның өзін алып кетеді. Өйткені жеке іс қағазында бәрібір осымш, отан сатқынның отбасы мүшесі деген белгі тұратын. Бұл белгі маңдайға басқан таңба сияқты еді. Бас тарту тек уақытты созуға немесе қауіпсіздік туралы жалған елеске ғана мүмкіндік беретін. Бас тартудан үзілді-кесілді бас тартқандар да болды. Олар саусақпен санарлықтай ғана, бірақ болды. Мұндай балаларды қудалады, мектептен шығарды, үйлерінен қуып жіберді. Олар қоғамнан шеттетілді, бірақ олар ар-ұжданын сақтап қалды. Тарих Тамара Петкевичтің есімін сақтап қалды. Одан әкесінен бас тартуды талап еткенде, ол бас тартты. Оны комсомолдан да, институттан да шығарды. Кейін оның өзінде лагерге жапты. Бірақ ол барлық тозақтан басын тік ұстап өтті. Ол сатқындық жасаған жоқ. Дегенмен көпшілігі сынып кетті, және оларды айыптауға біздің құқығымыз жоқ. Өлімнен қорқу ең күшті қорқыныш. Ал 30-шы жылдары ажал ауада қалықтап тұрды. Адамдар көршілерінің қалай жоқ болып жатқанын, тұтас подъездердің қалай қаңырап бос қалғанын көріп отырды. Өзін өзі сақтау инстинкті қарапайым ережелерді таңуды, үндеме, келіс, сат. Жария түрде бас тарту тағы бір маңызды қызмет атқарды. Ол ұрпақтар арасындағы байланысты үзді. Билік жаңа адамды, тамыры жоқ адамды жасап шығарғысы келді. Егер сен әкеңнен бас тартсаң, сенде өткен шақ жоқ. Сенде тек партия берген осы шақ қана бар. Сен мінсіз бұрандақ айналасың. Саған билік жүргізу оңай әрі жеңіл. Сен үшін көсемнен басқа бедел жоқ. Мұндай істерден қалған психологиялық жарақат өмір бойы сақталды. Қартайған шағына жеткен, немерелері бар, еңбек ардагері болған ер адамды елестетіп көріңізші. Бірақ ол әр түнде акт залындағы сол бір күнді есіне алады. Әкесін ит деп атағанда дауысының қалай дірілдегенін ұмытпайды. Залда отырып жылаған анасының көздерін ұмытпайды. Мұндай жүкпен қалай өмір сүруге болады? Көбісі араққа салынды, көбісі өзіне өзі қол жұмсады. Өйткені тіпті әкесі өлер алдындағы хатында кешірім берсе де, адамның өзін өзі кешіруі мүмкін емес еді. Тарихымыздың бұл тарауы қуғын сүргін дегеніміз тек ату полигондары ғана емес, бұл ұлттың моральдық азғындауы екенін көрсетеді. Билік балаларды қылмысқа сыбайлас қылды. Оларды өзара жауапкершілікпен байлап тастады. Әкенің қаны ұлының қолына жағылды, ал бұл мемлекетпен жасалған қанды одақ кез келген анттан да берік болды. Біз маңызды сұраққа келіп тірелдік. Бұл техникалық тұрғыдан қалай жасалды? Қалыпты баладан қалайша фанатик немесе сатқын жасап шығарды? Өйткені балалар мейірімді болып туады ғой, оларды өшпенділікке үйрету керек. КСРО-да өзінің зұлымдығы жағынан кемеңгерлікпен жасалған педагогикалық жүйе құрылды. Бұл нағыз сатқындар инкубаторы еді. Сіз мектепті тек оқу мен жазуды үйрететін жер деп ойлайсыз ба?
30 жылдардағы Кеңес одағында мектеп адам жанын қайта балқытатын фабрика болды. Большевиктер тарих сабағын өте жақсы меңгерді. Балалардың санасына кім иелік етсе, болашаққа да сол иелік етеді. Дәл сондықтан олар бірегей білім беру жүйесін құрды. Оның басты мақсаты білім беру емес еді. Оның басты мақсаты адалдық болатын. Көсемге деген соқыр әрі шексіз адалдық ата-анаға деген махаббатты алмастыруы тиіс еді. Біз осы сұмдық әлеуметтік эксперименттің технологияларын ашып жатырмыз. 1937 жылға қарапайым сыныпқа кірейікші. Баланың ең бірінші көретіні Сталиннің портреті. Ол тақтаның үстінде ілулі тұр. Ол әженің жасырып ұстаған иконаларынан да үлкенірек әрі әдемірек. Мұғалім балаларға: Сталин бұл сендердің әкелерің. Ол сендерді дүниедегі барлық адамнан артық жақсы көреді дейді. Ол сендерге нан береді, ол сендерге кітап береді, ол сендерді жаулардан қорғайды. Бұл ой күн сайын санаға құйылды. Әр таң бақытты балалық шақ үшін көсемге алғыс айтумен басталатын. Психологтар мұны әкенің тұлғасын алмастыру деп атайды. Кішкентай бала үшін әкенің тұлғасы қасиетті нәрсе. Ол қорған әрі бедел. Кеңестік насихат биологиялық әкені саяси әкемен шебер алмастыра білді. Егер үйінде әкең билікті жамандаса, демек ол жер бетіндегі ең киелі адам жолда Сталинді жамандап отыр. Демек әкең жаман, ал Сталин жақсы. Сен кімді таңдайсың? Бала күштірек әрі мейірімдірек көрінгенді таңдайтын. Плакаттан жымиып қарап тұрған, қолына гүл ұстаған қызды көтерген адамды таңдайтын. Оқу бағдарламасы губканың суды сіңіргендей идеологияға қаныққан еді. Математика оқулығын ашып көрейікші. Онда алма немесе алмұрт туралы есептер жоқ. Онда жаулар туралы есептер бар. Егер қызыл кавалерист 3 ақ гвардияшыны шауып тастаса, содан кейін тағы 2 жауды жойса, батыр барлығы қанша жаудың көзін жойды. Бала бірінші сыныптан бастап жауды өлтіру қалыпты жағдай, бұл көңілді іс, бұл математикалық тұрғыдан дұрыс деген ойға дағдыланды. Жау деген сөз оқулықтарда ана деген сөзден жиі кездесетін. Әлем 2 бөлікке бөлінді, біз және олар өзіміздікілер мен жаттар. Әдебиет бұдан да сұмдық еді. Балаларды Павлик Морозов туралы өлеңдерді жатқа айтуға мәжбүрледі. Оның ісі адам рухының ең биік шыңы ретінде көрсетілді. Мұғалімдер көзіне жас ала отырып, жас батырдың шындық үшін өзін аямағанын айтып беретін. Балалар мен зиянкесті әшкерелеуге қалай көмектестім деген тақырыпта шығарма жазды. Ең үздік шығармалар сынып алдында оқылды. Бұл жарыс еді. Кім отанын қаттырақ сүйсе, сол жауын қаттырақ жек көруі тиіс. Мектептерде арнайы үйірмелер құрылды. Жас дзержиншілер, НКВД-ның жас достары. Онда балаларға нақты тапсырмалар берілді. Оларға тыңшының қандай болатыны түсіндірілді. Тыңшы дегеніміз көзілдірік тағып, шляпа киетін адам. Шетел тілінде сөйлейтін, колхозды сынайтын адам. Балаларға: көршілеріңе мұқият қараңдар, ата-аналарыңның әңгімесіне құлақ түріңдер. Мүмкін жау сендердің үйлеріңде тығылып отырған болар деді. Мұғалімдер басты үгіттеушілер болды, бірақ оларды да түсінуге болады. Мұғалім де еркінен айырылған жан еді. Оған сенімсіздерді анықтау бойынша жоспар берілді. Егер сыныпта ешкім жауды әшкерелемесе, демек мұғалім нашар жұмыс істейді, демек мұғалімнің өзі жау. Сондықтан педагогтар балаларға қысым көрсетті. Олар сеніммен ойнады. Мария Ивановна сабақтан соң жайлап қана: «Ванечка, кеше әкең радио тыңдады ма, ол жолда Сталин туралы не айтты?» деп сұрауы мүмкін еді. Ал Ванечка мейірімді мұғалімге сеніп, бәрін айтып беретін. Келесі күні әкесін алып кететін, ал Ванечканы бүкіл саптың алдында мақтайтын: «Жарайсың, сен қырағылық таныттың». Осылайша бала психологиясының негізгі қондырғысы отбасына деген сенім талқандалды. Бала үйде сөйлеудің қауіпті екенін, бірақ үндемей қалудың да қауіпті екенін түсінді. Мектеп естігісі келетін нәрсені айту керек болды. Екідай ойлау қалыптасты: үйде мен басқамын, мектепте басқамын. Бұл шизофрениялық екіге жарылу тұтас бір ұрпақтың нормасын айналды. Ойын ерекше рөл атқарды. Балалар ойнағанды жақсы көреді. Билік жауды іздеуді қызықты квестке айналдырды. Зарница бұл жай ғана спорт емес, бұл соғыстың дайындығы еді.
Балалар жасырылған жалауларды және шартты диверсанттарды іздеді. Оларға өздерінің маңызды екенін сезіндірді. Ересектер жиі балаларға мән бермейді. Ал партия, сен маңыздысың. Сен біздің көмекшімісің. Сенің көзіңмен құлағың, мемлекеттің көзімен құлағы деді. Бұл олардың көңілін өсірді. Бұл ересектік сезімін сыйлады. Марапаттау жүйесі де болды. Қызыл галстук, төсбелгі, мақтау қағазы, лагерге жолдама. Жоқшылық жайлаған елде бұл заттардың құны өте жоғары еді. Бала сұрқай тобырдан ерекшелену үшін көп нәрсеге дайын болды. Арыз жазу әлеуметтік лифтке айналды. Сен кеше ғана мас ат айдаушының баласы едің. Әкеңді ұстап беріп, ауданның батыры болдың. Суретің газетте. Форма киген адамдар қолыңды қысады. Бұл арбауға төтеп беру тым қиын еді. Бірақ ең қорқыныштысы, қорқыныштың қалай пайдаланылғаны. Балаларға құдықтарды улап, зауыттарды жаратын зиянкестер туралы фильмдер көрсетті. Олардың бойына тыңшылардан қорқу үрейін сіңірді. Бала егер арыз жазбаса, жаулар келіп бәрін өлтіреді деп шын сенді. Ол зұлым болғандықтан емес, өз әлемін құтқарғысы келгендіктен арыз жазды. Оған құтқару жолы сатқындық арқылы өтеді деп айтты және ол сенді. Бұл жүйе ешқашан мүлт кетпеді. Ол конвейер сияқты жұмыс істеді. Кіре берісте қарапайым бала, шыға берісте фанатик. Павлик Морозов эталон болды. Павликтерді клондау мемлекеттік міндет еді, және ол керемет орындалды. 30-шы жылдардың соңына қарай кеңес үкіметіне дейінгі өмірді білмейтін ұрпақ ержетті. Оларда моральдық тежегіштер болған жоқ, оларда тек нұсқаулық болды. Ал ол нұсқаулықта, егер жау берілмесе, оны жояды, тіпті ол жау сенің әкең болса да деп жазылды. Енді баррикаданың арғы бетінде не болғанын елестетіп көріңізші. Балалардың физикалық емес, рухани тұрғыдан жоғалтып жатқанын түсінген ата-аналар не сезінді? Сіз кешкі аста отырсыз, және ұлыңыздың сізге сынақпен қарап отырғанын көресіз. Оның енді сіздік емес, жүйенікі екенін түсінесіз. Келесі бөлімде біз құрбандарға сөз береміз. Гулактан келген хаттарды оқимыз. Өз балалары сатқан жандардың дауысын естиміз. Бұл тарихымыздың ең ауыр бөлігі. Кешірген ата-аналар және лағнет айтқан ата-аналар. Өлім үкіміне өз баласы қол қойғанын білген әкелер қалай жан тапсырды. Эмоциялық соққыға дайын болыңыз. Біз махаббат сатқындықпен бетпе-бет келіп, жеңіліс табатын ата-ана қасіретінің тозағына түсеміз. Дүниедегі ең қорқынышты дыбыс атылған оқ немесе шыңғырған дауыс емес. Ол камера есігіндегі кілттің бұралған дыбысы. Тергеуші алдыңызға тергеу хаттамасын қойғанда, сіз сол қағазды дірілдеген қолыңызбен аласыз. Сіз көршіңіздің немесе әріптесіңіздің арызын көремін деп ойлайсыз, бірақ өзіңізге таныс қисық-қисық қолжазбаны көресіз. Әріптер секіріп тұр, жау деген сөзде қате жіберілген, ал астында сіздің ұлыңыз, сіздің қызыңыз деген қол қойылған. Сол сәтте адамның жүрегі соғып тұрса да ол өледі. Өкпесі демалады, бірақ жаны күлге айналады. Біз зерттеуіміздің ең ауыр нүктесіне жеттік. Біз бұл тозаққа құрбандардың көзімен, өз балалары дарға жіберген әкелер мен аналардың көзімен қараймыз. Еңкірт мұрағаттарында мұндай мыңдаған көріністер сақталған. Тергеу бөлмесін көз алдыңызға елестетіңіз. Жарқыраған шам көзіңізді қарықтырады. Тергеуші жымия қарап отыр. Ол тергелушіні ұрып соқпайды. Оған таяқтың қажеті де жоқ. Оның қолында шоқпардан да қауіпті қару бар. Ол бәсең дауыспен, Азамат Петров, сіз өзіңізді жазықсызбын дейсіз. Бірақ міне, пионер Ваня Петровтың өз ұлыңыздың көрсетпелері. Ол сіздің жолда Сталинді тиран деп атағаныңызды жазыпты. Сонда сіз кеңес пионері өтірік айтады демексіз бе? Дейді. Әкесі не деп жауап бере алады? Ұлым өтірік айтады деу баланы жазалаушы органдардың алдында айыптау деген сөз. Ал шындықты айту, өз өліміне қол қою. Ата-аналар сұмдық тұзаққа түсетін. Олардың көбі өлімді таңдады. Балаларын құтқару үшін қылмысын мойындап қағазға қол қоятын. Олар, егер мен тыңшылықты мойындасам, мені атады, бірақ Ваняға тиіспейді, өйткені ол жауды әшкереледі, ол батыр, ол өмір сүруі керек деп ойлайтын. Бұл ата-аналық құрбандықтың ең биік шыңы. Отан сатқыны деген таңбамен, ол таңбаны өз балаң басқанын біле тұра өлімге бару.
Мұндай тұтқындардың психологиялық жағдайы жан түршігерлік еді. Содырлас серіктері осындай хабардан кейін адамдардың бір түнде шашы ағарып кеткенін еске алатын. Олар тамақ ішуді қойып, бір нүктеге қарап сағаттап отыратын. Олардың әлемі талқандалды. Олар өз жалғасын өсірдім деп ойлады, бірақ өз жендетін тәрбиелеп шығарыпты. ГУЛАГтан келген хаттар сақталған. Бұл адам рухының бірегей құжаттары. Адам өзін сатқан баласына лағнет айтып, оған жамандық тілеуі керек сияқты көрінетін. Бірақ бұл хаттардан біз мүлдем басқа нәрсені шексіз аяушылық пен махаббатты көреміз. Мордовия лагерлерінен бір ана әпкесіне былай деп жазады: Каленкаға бас көз болшы. Менің мұнда өліп бара жатқанымды оған айтпа. Іс-сапарға кетті деп айт. Ол жақсы оқысын, мұғалімдерін тыңдасын. Оның кінәсі жоқ. Заман солай болды. Осы жолдар туралы ойланыңызшы. Әйел адам 40 градус аязда орман кесіп жүр. Ол жалаң тақтайдың үстінде ұйықтайды. Сасыған балықтың қалдығын жейді. Ол ұлы Каленканың мектептегі жиында одан жария түрде бас тартқанын біледі. Бірақ оны ақтап алады. Ол өзін кінәлайды, билікті кінәлайды, тағдырды кінәлайды, бірақ баланы емес. Аналық инстинкт идеологиядан да, өкпе реніштен де күшті болып шықты. Бірақ басқаша реакциялар да болды. Кешіре алмаған әкелер де болды. Өлер алдындағы хаттарында олар сұмдық нәрселерді жазды. Сені туған күнге лағнет болсын. Менің фамилиямды иеленгеніңді қаламаймын. Бұл адамдар жүректеріне тас байланғандай болып мәңгілікке аттанды. Олардың адамзатқа деген сенімі ең қатыгез жолмен жойылды. Жауыңның сатқындығына төзуге болады. Досыңның сатқындығы жаныңды жаралайды, бірақ балаңның сатқындығы өлтіреді. Өмірдің мәні не? Егер өз қаның уға айналса, не үшін өмір сүру керек? Әсіресе балалар аңдаусызда арыз жазған оқиғалар өте қайғылы. Тергеушілер айланың шебері еді. Олар балаға: әкең жақсы адам, бірақ ол адасып жүр. Жаулар оны алдап кетті. Оған кімдер келгенін айтып берсең, біз әкеңнің түзелуіне көмектесеміз. Біз оны емдеп босатып жібереміз дейтін. Бала сенетін, бәрін айтып беретін. Содан кейін оған жер аударылар алдында әкесімен кездесуге рұқсат беретін. Вокзалдағы немесе түрмедегі қоштасу көрінісі жүректі тілімдейді. Бала: әке, мен ана ағай сұрағанның бәрін айтып бердім. Сені қазір босатады, деп айғайлайды. Ал әкесін мал таситын вагонға тиіп жатады. Әкесі ұлына қарап, баланың өз аңғалдығымен оны өлімге қиғанын түсінеді. Оған шындықты айту баланың өмірін талқандау деген сөз. Сондықтан әкесі үндемейді. Ол еңкірді, мейірімді дәрігерлер деген сенімде қалған ұлын тастап, Колымаға мәңгілікке кете барады. Лагерлерде мұндай тұтқындардың тұтас санаты болды. Оларды үндеместер деп атайтын. Олар не үшін отырғандарын ешқашан айтпайтын. Олар ұялатын. Өз туған ұлы отырғызғанын мойындауға ұялатын. Қылмыскерлер, уголовниктер олардың қайғысына құрметпен қарайтын. Тіпті блаттықтардың өзі сөздің мәні жоғалатын, шексіз ауырсыну шекарасы бар екенін түсінетін. Бірақ шынымызда айтайық, балалардың бәрі бірдей алдаудың аңғал құрбаны болған жоқ. Мұны саналы түрде, есеппен жасағандар да болды, пәтердегі бөлме үшін, мансап үшін немесе институттан қуылып кетпеу үшін. Мұндай балалардың ата-аналары екесе азап шекті. Олар өздерінің нағыз қобыжықты, моральдық мүгедекті өсіргенін түсінді. Оңбағанға өмір сыйлағаныңды сезіну, ату жазасынан да қорқынышты. Ату жазасына кесілгендерді жертөлеге алып бара жатқан соңғы минуттар туралы куәліктер бар. Олар не ойлады екен? Чекистер көбіне оларды мазақ қылатын. Ал не болды? Әлгі өнімсізін көмектесті ме? Оны қалай құшағыңа алып тербеткеніңді есіңе түсірші. Бұл сөздер соңғы азаптау еді. Билік тек тәнді ғана емес, жанды да таптағысы келді. Адамды бүкіл өмірін қателік болды. Отбасы деген бос сөз, тек партия мен қорқыныш қана бар дегенге сендіргісі келді. Тарихта инженер Красильниковтың оқиғасы сақталған. Қызы оның үстінен зауытта жарылыс ұйымдастырмақ болды деп арыз жазған. Сотта Красильников: қызым-ау, не айтып тұрсың? Мен саған қуыршақтар сатып алып беруші едім ғой. Мен саған хат тануды үйреттім ғой, деп айғайлады.
Қызы мұздай суық дауыспен жауап берді. Қуыршақтар халық жауының ұрланған ақшасына сатып алынған болатын. Красильниковты атып тастады, ал қызы кейін партия аппаратында керемет мансапқа қол жеткізді. Ол әкесін есіне алды ма, жоқ па, біз білмейміз, бірақ жүйе дәл осындай жадымен ар-ұжданы жоқ адамдарды марапаттайтын. Бұл тарау саясат туралы емес, бұл гуманизмнің күйреуі туралы. Тоталитарлық машина бұрын-соңды бірде-бір діннің немесе бірде-бір диктатураның қолынан келмеген істі жасады. Ол әкеңді құрметте деген өсиеттің күшін жойды. Оны әкеңнің үстінен арыз жаз деген жаңа өсиетпен алмастырды. Миллиондаған адам осы жаңа сенімнің құрбаны болды. Балалары сатып кеткен ата-аналардың тағдыры тарихымыздың қара түнегі. Олар туралы біз өте аз білеміз, өйткені олар есімсіз қабірлерде құдымға кетті. Олардың хаттары жетпеді, күнделіктері өртелді. Іс қағаздарында тек тергелді, кінәсін мойындады, сотталды, атылды деген құрғақ жолдар ғана қалды. Бірақ осы сөздердің артында өмірінің соңғы сәтінде пистолеттің ұңғысын емес, өз баласының жүзін көрген тірі адамдар тұрды. Өзін сатып кеткен баласының жүзін. Енді бізге соңғы нәрсені білу қалды. Бұл балалардың соңы не болды? Соғыс аяқталды, Сталин өлді, жылымық дәуірі басталды. Адамдар лагерлерден орала бастады. Құпияның беті ашылды. Ержеткен павликтер мен олялар қалай өмір сүрді? Оралған аналарының көзіне қалай қарады? Немесе атылған әкелері туралы естелікпен қалай өмір сүрді? Келесі бөлімде біз сатқындықтан кейінгі өмір туралы айтамыз. Бұл есе қайтару, есінен алжасу, жалғыздық және өткен күннің әркімді бәрібір қуып жететіні туралы хикая болмақ. Тіпті ол ордендер мен медальдардың артына тығылғысы келсе де. Карма бар, және біздің хикаямыздың көптеген кейіпкерлері үшін ол тірі кезінде-ақ келді. Дайындалыңыз, финал қатал, бірақ әділ болады. Зұлымдық әрқашан өзін-өзі жейді. Мереке бітті. Дабылдар басылды, қызыл галстуктердің түсі оңды. Сұрқай ересек өмір басталды. Жас тоқылдақтар үшін ең қорқынышты кезең арыз жазғанда емес, олар ержеткенде басталды. 1953 жылдың наурызында Сталин қайтыс болды, ал 1956 жылы Никита Хрущев жеке басқа табынушылық туралы өзінің атақты баяндамасын оқыды. Әлем төңкеріліп түсті. Халық жауы атанғандар кенеттен жазықсыз құрбандарға айналды. Олар ақталды, ал батыр деп үлгі етілгендер кенеттен жай ғана оңбағандар мен қанішерлер болып шықты. Насихаттың жарығы сөнгенде кейіпкерлеріміздің тағдыры қалай өрбігенін айтып береміз. Бірден айтайын, олардың ешқайсысы бақытты болған жоқ. Ешқайсысы керемет мансап құрмады. Жүйе оларды бір реттік материал ретінде пайдаланып, тарихтың қоқыс жәшігіне лақтырып тастады. Карма әрқайсысын тапты, бірақ әркімге әр түрлі келді. Броня Колыбиннен бастайық, анасын қызыл етік үшін сатып жіберген әлгі бала. Оның кейінгі өмірі құлдырау шежіресі. Артектен кейін ол кәдімгі өмірге оралды, бірақ туған ауылында оған орын болмады. Ауылдастары оның ісін ұмытпады. Броня көшемен келе жатқанда, адамдар көшенің арғы бетіне өтіп кететін. Дүкенде қайтарым ақшаны оның бетіне лақтыратын. Жігіттер оны биге шақырмайтын, қыздар одан қашатын. Броня кетуге тырысты. Қалаларды ауыстырды. Зауыттарда жұмыс істеді, бірақ оның даңқы одан бұрын жетіп жатты. Әрқашан оның өткенін білетін біреу табылатын. Зауыт асханасында оның артынан, қараңдар, мынау сол өз анасын отырғызған арамза деп сыбырлайтын. Броняның жүйкесі сыр берді, ол араққа салынды. Ішімдік оның ар-ұжданы мен айналадағы адамдардың дауысын өшірудің жалғыз жолына айналды. Ол өте тез тозды. Жұмыстан себепсіз қалғаны үшін қуылды. Ол төмен құлдырай берді. Броня Колыбиннің өмірі психиатриялық ауруханада аяқталды деген мәлімет бар. Ол есінен алжасты. Оның ауру миына анасы әр түнде келетін болған. Ол баласын ұрыспайтын, жай ғана үнсіз тұрып, оған бір үзім нан ұсынатын екен. Ол баяғы өзі анасын каторгаға айдатқан сол бір үзім нан. Броня тас қараңғы жалғыздықта ұмыт болып өлді. Оның қызыл етігі де, жаны сияқты әлдеқашан қоқыста шіріп кеткен еді.
Енді әкесі бастаған ұрылар бандасын әшкерелеген Оля Балыкинаға оралайық. Оның жолы сәлде болса болды деуге келсе, сәл көбірек жолы болды. Ол аман қалды, білім алды, бірақ сатқындық таңбасы бүкіл өмірінде оның маңдайын күйдіріп өтті. Ол ақталуға тырысты. Кездесе бермейтін сирек сұхбаттарында ол, заман солай болды. Біз жарқын болашақ құрып жатырмыз деп сендік. Мен кінәлі емеспін дейтін. Бірақ адамдар оған сенбеді. Оля фамилиясын ауыстырды. Ол кеңес азаматтарының тобына сіңіп, жоқ болып кетуге тырысты, бірақ қорқыныш оның ішінде өмір сүрді. Ол бір күні есік қағылып, ол милиция емес, о дүниеден оралған әкесі болып шыға ма деп қорықты. Ол бүкіл өмірін үнемі шиеленісте өткізді. Оның жеке өмірі де оңбады. Ер адамдар бұл әйелден келетін қауіпті іштей сезетін, әкесін сатқан, күйеуін де сатады. Оля ешкімге керек емес өз шындығымен жалғыз қалды. Митя Гордиенконың да тағдыры ұқсас болды. Егістік күзетшісі ержеткенде ешкімге керек болмай қалды. Оның құлшынысы мен қатыгездігі НКВД-ға немесе гестапоға қажет болар еді. Бірақ уақыт өзгерді. Елге бұдан былай адам аулайтын аңшылар емес, инженерлер мен құрылысшылар керек болды. Ал Митя тек аңду мен ұстауды ғана білетін. Ол бейбіт өмірден өз орнын таппады. Өзінен басқаның бәрін кінәлайтын ызалы сәтсіздікке ұшыраған жанға айналды. 50-ші жылдары оралу толқыны басталды. Лагерлерден аман қалғандар мінген эшелондар келе бастады. Олар адамдардың көлеңкесі сияқты, талқандалған, ауру, кәрі еді. Олар өз пәтерлеріне оралды, бірақ онда басқа адамдар тұрып жатқан. Олар өз балаларын іздеді, және бұл кездесулер сол дәуірдің ең драмалық сәттері болды. Мына көріністі елестетіп көріңізші, ержеткен ұлы есік ашады. Табалдырықта мақталы күртеше, ватник, киген кемпір тұр. Тістері жоқ. Қолдары дірілдейді. Ұлы одан өз анасын таниды, 15 жыл бұрын жиналыста лағнет айтып, бас тартқан анасын. Ол не сезінеді? Қуаныш па? Жоқ, ол хайуани қорқыныш сезінеді. Ол оның пастығының тірі куәгері. Ол оның үнсіз кінәлаушысы. Көптеген балалар ата-анасын табалдырықтан аттатпады. Олар, кет, сен менің өмірімді құртасың. Мен жаңа ғана жұмысқа тұрдым. Менің отбасым бар, мені масқаралама. Деп айғайлады. Сөйтіп ата-аналар кетіп қалды. Олар өмірлерін құрбан еткен жандарынан кешірім ала алмай, қарттар үйінде немесе вокзалдарда көз жұмды. Бұл түпкілікті адамгершілік апаты еді. Балалық шақта жасалған сатқындық есейгенде нығайып бекіді. Бірақ тәубесіне келгендер де болды. Оралған әкелерінің аяғына жығылған балалар болды. Олар жылады. Кешірім сұрап жалынды. Әке, мен кішкентай болдым, маған солай істеу керек деді. Мен ақымақ болдым. Әкелер кешірді, өйткені ата-ананың жүрегі мәңгілік жек көре алмайды. Бірақ мұны ұмыту мүмкін емес еді. Қарым-қатынастағы жарықшақ мәңгілікке қалды. Отбасылық басқосулар үнсіз азапқа айналатын. Бәрі не болғанын білетін, бірақ ешкім бұл туралы дауыстап айтпайтын. Тоқылдақ балалар феномені бумеранг болып мемлекеттің өзіне тиді. Билік мінсіз азаматтарды өсіргісі келді, бірақ циниктер мен жағымпаздарды өсіріп шығарды. Бұл адамдар басты сабақты ұғынды, сенім жоқ. Тек пайда ғана бар. Бүгін Сталинді мақтау тиімді ме, мақтаймыз. Ертең Сталинді балағаттау тиімді ме, балағаттаймыз. Ең бастысы дер кезінде құбылып үлгеру. Дәл осы принципсіз мансапқорлар ұрпағы соңында кеңес одағын құлатты. Олар кезінде ата-анасын қалай оңай сатса, өз елдерінде солай оңай сатып жіберді. 70 және 80 жылдары пионер батырлар тақырыбы сөне бастады. Олар туралы оқулықтарда жазылды, бірақ бұрынғыдай екпін болған жоқ. Халықтың жады насихаттан да дана болып шықты. Адамдар Павлик Морозов туралы анекдоттар шығарды. Павлик есімі жағымпаздар мен тоқылдақтар үшін жалпы есімге айналды. Батырлық шұғыласы жоғалды, тек жиіркеніш қалды. Тарихтың өзі өз үкімін шығарды. КСР құлағанда алдымен Павлик Морозовтың ескерткіштерін сүре бастады. 1991 жылы Мәскеуде Красная Преснядағы пионерлер үйінің жанындағы ескерткішті құлатты. Оны қорғауға ешкім шыққан жоқ, ешкім жылаған жоқ.
Адамдар бұл ескерткіштің балаға емес, сатқындықтың нышанына қойылғанын түсінді. Бірақ ең сұмдық жаза бұл естелік. Бұл балалардың көбі терең кәрілікке дейін өмір сүрді. Олар әлемнің қалай өзгергенін, мұрағаттардың қалай ашылғанын, атылғандардың тізімдері қалай жарияланғанын көрді. Олар тергеу хаттамаларынан өз фамилияларын оқыды. Олар өз қылмыстарының мәңгілікке құжатталғанын түсінді. Бұдан тығылып қалу мүмкін емес. Бұрынғы белсенділердің бірі 90-шы жылдары ақ журналистерге былай деп мойындаған екен. Мен өмірімді тұман ішінде өткіздім. Маған үнемі ұйықтап жатып, сұмдық түс көріп жатқандай көрінетін. Мені анам оятады деп күттім, бірақ анам оятпады. Анамды мен өлтірдім. Бұл сөздер тұтас бір ұрпақтың еркінен тыс алданған қаншерлер ұрпағының құлпытасына жазылған сөз сияқты естіледі. Біз зерттеуіміздің мәресіне жақындадық. Алғашқы арыздардан бастап өлім мен ұмытылуға дейінгі жолдан өттік. Енді қорытынды шығарып, мұның неліктен мүмкін болғанын және қайталануы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздейтін кез келді. Тарихты ұмытқан кезде оның қайталанатын қасиеті бар. Бүгін бізге мұндай сұмдық мүмкін емес сияқты біз басқашамыз деп ойлаймыз. Бірақ адам психологиясы өзгермейді. Қорқыныш пен аман қалуға деген ұмтылыс әлі де бізді басқарып отыр. Балалар әлі де ересектерге сенеді, ал мемлекет әлі де сананы бақылағысы келеді. Біз бұл сұмдық істі жабамыз. Тұтас бір дәуірге созылған қылмыстық істің соңғы бетін аудардық. Біз бүлдіргендегі қанды көрдік. ГУЛАГ барактарындағы аналардың көз жасын көрдік. Сатқындықты, ерлік деп сенген балалардың есі ауысқан жанарларын көрдік. Енді ең басты қорытынды жасауымыз керек. Бұл трагедияға кім кінәлі және ол қайтадан қайталануы мүмкін бе? Бірінші сұрақтың жауабы айқын, балалар кінәлі емес. Павлик Морозов, Праня Колыбин, Оля Балыкина және басқа да мыңдаған есімсіз пионерлер қылмыскерлер емес, олар құрбандар. Сталиндік режимнің ең бақытсыз құрбандары, өйткені олардың тек өмірін ғана емес, жанын да ұрлап кетті. Әскери френч киген, партия билеті бар ересек ағайлар олардың үстінен сұмдық тәжірибе жүргізді. Олар бала санасының тап-таза парағын алып, оған қарауыл қызметінің жарғысын жазып қойды. Бала бұл балшық. Егер қысшы сол балшықтан ұсқынсыз пұт жасаса, балшық емес, қысшы кінәлі. Кеңес үкіметі есеппен және цинизммен әрекет етті. Ол отбасының тоталитаризмге басты қауіп екенін түсінді. Отбасы бұл адамды жай ғана, ешқандай ерлігі немесе партияға адалдығы үшін емес, бар болған үшін жақсы көретін орын. Махаббат адамды тәуелсіз етеді, ал диктатураға тәуелсіз адамдар керек емес. Оған құлдар керек. Құлдарды алу үшін отбасын талқандау қажет. Адамдар арасындағы көлденең байланыстарды үзіп, тек байланысты ғана қалдыру керек. Адам және көсем, адам және мемлекет. Большевиктер бұл міндетті керемет орындады. Олар ас ішетін үстелді майдан шебіне айналдырды. Ұлы әкесінен, әкесі ұлынан қорқатын жағдай жасады. Мұндай атмосферада қарсылық көрсету мүмкін емес. Мұндай атмосферада тек дірілдеп, бағынуға ғана болады. Тоқылдақ балалардың хикаясы бізге зұлымдықтың ізгілік маскасын киіп келетінін үйретеді. Өйткені бұл балаларға зұлымдық жасаңдар деп айтқан жоқ. Оларға жақсылық жасаңдар, елді құтқарыңдар, шындық үшін күресіңдер деді. Тарихтағы ең сұмдық қылмыстар әрқашан жақсылық үшін күрес ұрандарымен жасалған. Германиядағы Гитлер-Югент пен КСРО-дағы пионер батырлар бұл бір тиынның екі жағы сияқты. Бұл балалардың максимализмі мен тазалығын лас саяси ойындар үшін пайдалану. Бірақ бұл сабақ бүгінде өзекті. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Бізде интернет пен смартфондар бар, бірақ адам психологиясы өзгерген жоқ. Айналаңызға қараңызшы. Бүгінде балаларды саясатқа тарту әрекеттерін көріп жүрген жоқпыз ба? Мектеп оқушыларын митингілерде жанды қалқан немесе тобыр ретінде пайдаланғанын көріп жүрген жоқпыз ба? Манипуляция технологиялары нәзік бола түсті, бірақ мәні сол күйі қалды. Ересектер өз мәселелерін балалардың есебінен шешеді. Бүгінде арыз жазу тіпті оңай болды. Ең қыртыға барудың қажеті жоқ. Сиямен өтініш жазудың да керегі жоқ. Телефондағы бір батырманы басу, жазған хаттардың скриншотын жасау, немесе дауысты хабарламаны жазып алып, тиісті жерге жіберу жеткілікті.
Цифрлық концлагер ГУЛАГ сияқты принциптермен, қорқынышпен, өзара сенімсіздікпен құрылады. Отбасында сенім болғанда ғана мемлекет құдіретті бола алмайды. Дәл сондықтан барлық заманның тирандары мықты отбасыларды жек көрді. Дәл сондықтан олар әкенің орнын көсеммен алмастыруға тырысты. Олардың бұлай істеуіне жол бермеңіз. Балаңыз не болса да, тіпті бүкіл әлем сізге қарсы шықса да, сіз оны жақсы көретініңізді және қорғайтыныңызды білуі тиіс. Біз әңгімемізді аяқтаймыз, бірақ Орал орманындағы сол атылған оқтардың жаңғырығы әлі күнге дейін естіліп тұр. 4 миллион арыз өздігінен жазылған жоқ. Оны адамдар, біз бен сіздің ата-бабаларымыз жазды. Әрқайсымыздың ішімізде сол қорқыныштың бір бөлшегі мен сол сатқындықтың бір ұшқыны өмір сүріп жатыр. Біздің міндетіміз оларды өзімізден тамшылатып сығып шығару. Ескі фотосуреттерге қараңызшы. Шорты киген ұлдар мен бантик таққан қыздар, олар жымиып тұр. Олар өздерін алда не күтіп тұрғанын әлі білмейді. Олар еркінен тысқан жерге айналатынын сезбейді. Оларды аяңыз, қолыңыздан келсе, кешіріңіз, және өз балаларыңыздың ешқашан мұндай таңдау алдында қалмайтынына өзіңізге уәде беріңіз. Павлик Морозовтың хикаясы мәңгілікке өткен шақта қалсын. Оған қойылған ескерткіштер батырлықтың емес, ең үлкен трагедияның ескертуі болсын. Мемлекет балалық шақты өлтірген трагедияның ескерткіші. Жақындарыңызды сақтаңыз, үйде шындықты айтудан қорықпаңыз, және сізді жақсы көретін жандарды ешқашан сатпаңыз. Өйткені ешқандай идеология мен ешқандай ұлы мақсат баланың бір тамшы жасына да тұрмайды. Ешқандай артек ананың өміріне татымайды. Бұл тоқылдақ балалар туралы хикая еді. Тыңдау қаншалықты ауыр болса да, адам болып қалу үшін білу қажет болған хикая.